Ресми түрде аяқталды. Неге десеңіздер, Роналду әлем чемпионатынан ұшып кеткені бар. Менің ойымша ұлттық құрамадағы карьерасын аяқтайды. Келесі жылы жалпы футболдық карьерасын аяқтайды. Дәл осы Роналду көкем арқылы осы футболға ғашық болған біздің поколениемізді білеміз. Кезінде телефондарымызға осы Роналдудың нарезкаларын өткізіп, бағанағындай бір-бірімізге блютузбен жіберіп, осындай футболға, осындай спортқа бізді ғашық қылған легендалардың бірі ғой Роналду мен Месси да. Мен өзім Испанияның жанкүйері болсам да, әрине Испания мықтырақ болды ойын жағынан. Бірақ та шынымен ішкі қалауымның бірі осы Роналду биыл әлем чемпионатын алатын шығар деген үмітте болдым ше. Тіпті Барселонаның жанкүйерлерінің өзі, адекватты Барселонаның жанкүйерлерінің өзі осы Роналду алсыншы деген көп мәлімдемелер жасаған болатын. Дәл қазір таңғы сағат 4:30 ұйқы келмей жатыр. Мынандай игрок сол күйі әлем чемпионатын аяқтап жатыр, ешқандай әлем чемпионы болмай. Бір жыным келетін бар ғой, кәні анау жұлдыздар бар ғой, Португалияның, ойбай, Витинья, Бруно, Джоу Невиш дегендер, кәні қайда солар, қайда? Дәл осы ойынға Роналдудың ешқандай кінәсі жоқ деп ойлаймын. Тіпті олар даже створ ворот деп педі ғой, ойбай, жастар шығу керек, анау керек, мынау керек Португалияға деген. Сосын тағы бір түсіне алмайтын нәрсе мынау Роберто Мартинес дегенді кім қояды? Тренер. Ол деген физрук қой, ол деген бар ғой. Мынау соңғы шанс 4 жылда бір келетін әлем чемпионатына қайдағы жоқ бір Роберто Мартинесті қойып қойған. Енді дәл осы Роналдуға бұйырмаған болып тұр. Келесі жылы жалпы спорттық карьерасын аяқтайын деп жатыр. Сөзімнің соңында енді Роналду фанаттары үшін осы сәттерден, осы күндерден бастап жалпы футбол бұрынғыдағыдай қызық емес деп ойлаймын.